Аяулы анашым, сізге Сармат әскери мектебі қабырғасынан сәлем жолдаймын. Көңіл күйім жақсы, оқуым мен дайындығым жоспар бойынша жалғасып жатыр. Бүгін ерекше күн, 8 наурыз мерекесі қарсаңында сізге деген сағынышымды қағазға түсіргім келеді. Мұндағы әр күнім тәртіп пен жауапкершілікке толы. Таңертең ерте тұрып сапқа тұрамыз. Дене шынықтыру жаттығуларын жасаймыз. Сабақтарымыз да қызықты өтеді. Әскери дайындықпен қатар түрлі пәндерден білімімізді жетілдіріп жүреміз. Ұстаздарымыз бізге тек мықты сарбаз болуды ғана емес, адамгершілігі мол, елін сүйетін азамат болуды үйретеді. Анашым, сізді көктемнің шуақты мерекесі 8 наурызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт пен қуаныш тілеймін. Жүзіңізден күлкі кетпей, әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Мен үшін сіз әлемдегі ең ардақты жансыз. Алыста жүрсем де, жүрегім әрдайым сізбен бірге. Жақын арада кездесетін күнді асыға күтемін. Ізгі тілекпен сіздің ұлыңыз Аяулиев Тимур. Ана өмір шуағы. Ана деген тіршіліктің бастауы. Ана деген жүрегімнің асқары. Сен бар жерде күлім дейді кен әлем. Сен бар жерде тарқамайды достары. Ақ алақанмен сипап маңдайымнан жігер бердің әрбір қиын сәт сайын. Жаңылсам ақыл айтып түзедің, жанымдағы ең сенімді жақыным. Әдейлеген бесік жүрек құлақта, сол әуенмен өсіп келем шуақта. Арманымның ақ қанатын қомдатып, қанат қақтым сенің жылы құшағында. Білім ал деп үміт арттың сен маған, жақсы іс қыл деп жол көрсеттің әрқашан. Сенің айтқан әрбір сөзін жүректе бағыт берген шапшырақтай танатқан. Анашым, сен бақыттың өзісің, мейірімнің сарқылмайтын көзісің. Дүниедегі ең ардақты жан мен үшін, жүрегімнің мәңгілікке егесің. Ақ сүтінді ақтауға ант етемін, жақсы оқып биік шыңға жетемін. Қуантып сені әрқашан жүремін, басымды иіп алдына келіп өтемін. Мен Сармат мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 8-ші В сынып оқушысы Ергенбай Амир, анама сәлем жолдаймын. Анашым, мен сізді жақсы көремін.